Bir күні ақиқат пен жалған кездесіп қалыпты. Жалған, ауа райы керемет болып тұр я дейді. Шындық аспанға бір қарап, терең дем алып, шынымен де бүгін күн керемет дейді. Екеуі бірге серуендеп келе жатып, құдықтың қасына жақын келеді. Жалған, су жып-жылы екен, кел шомылып алайық дейді. Ақиқат келсе кетеді. Олар шешініп суға шомыла бастайды. Кенет жалған судан шығып, ақиқаттың киімдерін киіп алып, көзден ғайып болады, тайып тұрады. Шындық судан шықса, жалған жоқ. Ашулы шындық киімдерін қайтару үшін жалғанды әр жерден іздей бастайды, бірақ таба алмайды. Ақиқатты жалаңаш көрген әлем көргісі келмей көзін алып қашады, қарағысы келмейді. Бейшара шындық ұялғаннан құдыққа қайта түсіп кетеді, мәңгілікке жоғалады. Содан бері жалған шындықтың киімін жамылып алып, қоғамның қажеттіліктеріне қызмет жасап, әлемді кезіп жүреді екен. Сондықтан да болар, бұл әлем жалаң шындықпен, ащы ақиқатпен бетпе-бет келуді, кездесуді қаламайды.